Vocabulary News Elementary бүгінгі тақырып take. Took, taken деген осы етістіктің өткен шағы. Бұның негізгі мағынасы алу. Бірақ ол бізде басқа мағынаны да береді. Мысалы, бізде уақытпен болатын болса, ол бізде уақыт алу. Соған осыншама уақыт жұмсау деген сөз. Егер мынаған мынанша уақыт кетеді десең, онда it деген сөзден бастайсың. Бұл, it takes алады, алынды, или жаңағы адам, осы адамнан уақыт 20 minutes to бірдеңе істеу үшін, get to work, жету жұмысқа. It takes Alan 20 minutes to get to work. Alan 20 минут жұмсайды жұмысқа жету үшін. Келесі мысал. It бұл takes алады Miriamнан 45 минут 45 minutes to бірдеңе істеу үшін, get to work жұмысқа жету үшін. Енді жалпы аударатын болсақ, Miriam жұмысқа жету үшін 45 минут жұмсайды деген сөз. То есть мына жерде take дегеннің мағынасы жұмсау, уақытқа байланысты. И өзің туралы айтатын болсаң, it takes me бұл менен алады 30 минут. Мен бұған 30 минут жұмсаймын деген сөз. Окей? Егер өткен шақта осынша уақыт кетті десең, it took me дейсің. Алды менен. Енді егер сұрағың келсе, мынау қанша уақыт алады, онда how long деген сөзден бастайсың. How long қаншалықты көп, қаншалықты ұзын. Does it take бұл уақыт алады to бірдеңе істеу үшін, get to the station. Жету үшін неге? Вокзалға. 15 minutes in a taxi. 15 минут таксимен. Окей? Енді екінші мағынасы. Бірінші мағынасы уақыт жұмсау, уақыт алу. Екінші мағынасы take дегеннің тағы. Нәрде екінші мағынасы дегенде екінші мағынасына үшеу кіреді. Нәрде біріншісі. Are you taking an English course? Сен ағылшын тілі курсын аласың ба? Аласың ба дегенде сен сол курсқа барасың ба? Сен барып жатырсың ба сол курсқа? Жауап, yes. Do you have to take an exam? Саған істеу керек па? Бірдеңе have to деген бірдеңе істеу керек, мәжбүрсің. Take an exam, экзамен тапсыру. Тағы бір мағына, экзамен тапсыру. Экзаменмен бірге болады ма? Сонда значит тапсыру деген сөз. Келесі, I went to take, мен қалаймын. To take, алу. Some Japanese lessons, японский тілдің сабағын алғым келеді. То есть сол сабақ алғым келеді, сабақ алу, сол сабақтарға бару. Окей? Мына жерде take a course, курсқа бару, курсқа қатысу. Take an exam, экзамен тапсыру. Take lessons, это значит сабақтар алу. Бірдеңені үйрену сол сабақтарында. Келесі, тағы бір мағына, take деген бізде нелермен бірге болады, әртүрлі транспорттармен. Бұл қатты қиын емес, просто транспортты соңына қоя саласың, это значит сен сонымен барасың, сол транспортпен барасың деген сөз. Мысалға, I take the bus, мен автобуспен барам. You can take the metro, сен метромен барсаң болады. He takes the train, ол пойызбен барады. Бұл қатты қиын емес. Транспорт болса, take-пен бірге транспорт болса, значит, сол транспортпен жүру деген сөз. Енді, наконец-то, мына жерде take дегеннің өзіңмен бірге алу деген сөз. Мысалы, take an umbrella. Umbrella деген бізде ол не болады? Зонтик. Take an umbrella. Are you going out? Сен сыртқа бара жатсың ба? Take an umbrella. Зонтикті ала кет, ала сал. Are you going to the beach? Сен бар жатырсың ба пляжға? Take some water with you. Өзіңмен бірге су ал деген сөз. Енді, sorry, you can take your camera into the museum. Sorry, кешірім сұраймын. You can't, сен істей алмайсың. Нені істей алмайсың? Take your camera, ала алмайсың өз камераңды into, ішіне, the museum, музейдің ішіне камера алуға рұқсат жоқ. Енді мына жерде сурет туралы өткенде де айттық. Take a photo деген бар.
make дегенде өттік та, кажется. Make a photo дей алмайсың, себебі сен фотоны қолмен жасап шығарып атқан жоқсың. Сен суретке түсіріп атсың. Вот енді take a photo деген суретке түсіру деген сөз. Окей? Осы take дегеннің барлық мағыналарын жазып алыңдар, потому что әрбір сөзбен әртүрлі мағына береді. Окей? Енді мына жерде тапсырма бар. Fill in the gaps, мына жерде бос орындарды толтыру керек, өзің варианттарыңмен. To get to school, to university, жету үшін университетке немесе мектепке, minutes, минута, me, маған, it, бұл маған, то есть мен осынша уақыт жұмсаймын деген сөз. It takes me, мысалы, 20 minutes, 20 минут мектепке жету үшін. Енді it takes me, мен жұмсаймын, hours, minutes, hours, минута немесе сағаттар, to go from, бару үшін бір жерден, to, бір жерге. Мысаға, from Шымкент to Алматы. Шымкенттен Алматыға бару үшін қанша сағат керек? It takes me 6 hours, 6 сағатты. Енді, it takes me, мен жұмсаймын, to do 1 unit of this book. Мына істеу үшін бір юнит, мына кітаптың, осы кітаптың бір юнитін істеу үшін it takes me, мысалға, 8 minutes. 8 минут. Келесі, complete the sentence using take, took an expression from the box. Мына сөздерді қолданып, take немесе took'ты қолдану. Take деген осы шақ, took деген өткен шақ. Қасындағы сөздерге қараймыз да, осы шақ па, өткен шақ па шешеміз. At the end of the course, соңында, курстың соңында, you have to, сен мәжбүрсің, не істеуге? Экзамен тапсыруға. To take an exam. Take болады осы шақ, себебі мына жерде уақытты көрсетіп тұрған ештеңе жоқ. И тем более мына have to деген бізде осы шақтың етістігі. Had to деп тұрған жоқ, осы шақты тұр, have to. Сол үшін мынау да осы шақта болады. Енді, I wanted to speak French. Wanted. Өткен шақ болып тұр, значит, мына жерде өткен шақ болады. I wanted to speak French. Мен қаладым сөйлеуді французша, сол үшін. So, мен, I took a course. A course. Сол үшін мен курс алдым. Took деген өткен шақ, wanted деген өткен шақ. Екеуі сәйкес келді. Енді, you want to learn Russian. Сен қалайсың ба үйренуді орыс тілін. Want деген осы шақта тұр, как раз. Why don't you? Неге сен мынаны істемейсің? Не үшін істемеске? Don't деген осы шақта тұр. Do does деген осы шақ. Енді, why don't you? Course кетті. Take some lessons. Бірнеше сабақ неге алмайсың? Келесі, in Britain, Британияда, when you are 17, сен 17-ге толғанда, мынау are деген осы шақта тұр. You can деген тоже осы шақта тұр. Сен істей аласың. Your driving test. You can take, сен тапсыра аласың. Driving test. Driving test деген бізде машина айдайтын тест. То есть, праваға тапсыру. Келесі. Look at the pictures. Мына суреттерге қара. Answer the questions. Сұрақтарға жауап бер. Using take. Take дегенді қолданып жауап бер дейді. Бірінші. How does Lisa go to work? Қалай Лиза барады жұмысқа? She, көріп тұрмыз, мына жерде мынау поездбен барады. Значит, мынау оңай бәрі. She takes the train. Екінші. How can I, қалай мен get to the airport? Аэропортқа жете аламын. You, да, аэропорт, мына жерде, и такси. Таксимен барсаң болады. You can, сен істей аласың. Take a taxi. Таксимен барсаң болады. Келесі үшінші. How does Simon? Simon, қалай Simon go to school? Мектепке барады. School bus, автобуспен. He takes, ол алады, то есть жүреді. The bus,
Все, ол автобуспен жүреді. Дальше. How do Paul and Anne, қалай Пол мен Анна get home every day, жетеді үйге, get деген жету, үйге жету күнде, қалай үйге жетеді. Мынау не бізде? Метро. They take the metro. Все, болды, қиын емес. Келесі, мына жерде сұрақ тұр. What do you take with you? What do you, не сен, take аласың, with you, өзіңмен бірге, when, когда. Осы уақытта да мынаны істегенде, нені істегенде. You want to take a photograph. Сен сурет түсіргің келеді. Нені аласың? Фотоаппарат аласың. I take the camera. Дальше. It's raining. Жаңбыр жауып атқанда. Зонтик. I take an umbrella. Келесі. You go to another country. Сен барасың басқа елге. Country деген ел. Паспорт аласың. I take the passport. Келесі. You go, сен барасың to your English lesson. Ағылшын тілі сабағына. Так. Тетрадь и ручка. I take a copybook and pens и ручкалар. Все. Take дегеннің осыншама мағыналарын әртүрлі сөзбен әртүрлі мағынада аударылады, бірақ барлығында take деген мағына береді. То есть take деген сөз жазылады, мағынасы әртүрлі болады. Осыны жазып алыңдар. Бүгінге осы, келесі уақытта кездескенше.